Кивидің ағзаға пайдасы мен зияны. Кивидің артықшылықтарымен қатар қарсы көрсеткіштері де бар. Оның адам ағзасына пайдасы мен зияны қандай? Бұл жайлы толық білгіңіз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, қоңыраушағында басуды ұмытпаңыздар. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Витаминдер қоймасы. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасы 230-ға өтейді. Бұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады. Стресске және жақсы байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витаминіне темірдің жақсы сіңірілуін және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменінің бірегей майсыз формасы бар. Құрамында серотонин көп. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек-тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл-күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалпында келтіреді. Сонымен қатар серотонин тез және ауыртпасыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар, ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп, ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді. Инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеоартроз бен жүрек қан тамырлар ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы асқа 1 кивиді жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылдаудан, жөтелден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейді. Фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалды зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар. Ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетін кері әсер етеді. Киви өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бізге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидің амин қышқылдың аргинин импотенциясына емдеу және алдын алу қолданылады. Кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдар дененің түршігуі және аллергияның әртүрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кей жағдайда анфилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шышты қабатының тітіркенуін әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі мен шышты қабаты ісініп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады.
Бүгінгі айтылған ақпарат кивидің пайдасы мен зияны жайлы болды. Егер сіздерге ұнаса, парақшама тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрекеттеріңіз бізді шабыттандырып отырады. Қолдау білдіргендеріңіз үшін рахмет.